біз Ресейдің рубль мен қазақстандық теңгенің екеуінің ортасында тиімді жаңағы алмастыру курсын ұстамайтын болатын болсақ, онда біз ондай жағдайларға ұрынғанбыз. Біздің мына Россияға шығаратын экспортымыз азайып кетеді. Ресейден бір кезде жаңағы 2-3 машинадан алып келіп жүрген жағдайлар болды. Өйткені Ресейдің заты қазақстандықтар үшін арзан болып кетті де, біз бүкіл ақшамыздың барлығын Ресейге жіберіп, солардың өндірісіне жұмыс істедік, солардың саудасын көтердік. Сондай жағдай болуы мүмкін. Сондықтан егер Россия өзінің валютасын жаңа сіз айтып отырғанда құнсыздандыратын болса, біздің басқа амалымыз болмайды, біз де соның артынан соны жасаймыз. Әйтпесе экономиканың барлығы дағдарысқа ұрынуы мүмкін. Енді Қытайға келетін болсақ, Қытай өзінің валютасын Американың долларына қатты байлап қойған. Соның курсымен ұстап отыр.